Жаңа тақырып түзу мен шеңбердің өзара орналасуы. Оқулықтың 107-ші бетін ашып, тақырыпты дәптерге жазып алыңыздар. Сабақтың мақсаты түзу мен шеңбердің өзара орналасу жағдайларын талдау. Орналасудың 3 жағдайы бар. Бірінші жағдай. Түзу мен шеңбердің ортақ нүктесі жоқ. Екінші жағдай. Түзу мен шеңбердің бір ортақ нүктесі бар. Үшінші жағдай. Түзу мен шеңбердің екі ортақ нүктесі болады. Әр жағдайға байланысты сызбасын көрсетейік. Бірінші жағдай. Алдымен шеңбер сызайық. Және осы шеңбермен ортақ нүктесі жоқ түзуді көрсетеміз. Бұл түзуі А түзуі болсын. Екінші жағдай. Шеңбер сызамыз. Және бір ғана ортақ нүктесі бар түзу. Бұл А түзуі. Және ортақ нүктесін көрсетейік. Үшінші. Шеңбер сызылады. Және де екі ортақ нүктесі бар түзуді жүргіземіз. Екінші жағдайда А түзуі жанама деп аталады. Үшінші жағдайда А түзуі осы шеңбердің қиюшысы болып табылады. Осы үш жағдайдың ішінен екінші жағдайды қарастырайық. Жанама. Жанама және шеңбер бір ғана ортақ нүктесі бар. Оны А деп белгілесек, А нүктесі жанасу нүктесі болып табылады. Шеңбердің центрі О нүктесі деп алайық. Және де осы жанаманың қасиеттерін қарастырамыз. Екі қасиетін қарастырайық. Бірінші қасиет. Жанама және жанасу нүктесіне жүргізілген радиус перпендикуляр болады. Сызбаға назар аударайық. Шеңбердің центрінен жанасу нүктесіне дейін радиус жүргіземіз. ОА. Осы қасиет бойынша ОА радиусы А түзуімен перпендикуляр болады. Сонымен ОА перпендикуляр А түзуі. Екінші қасиет. Шеңберден тыс екі жанама жүргізуге болады, және олардың кесінділері тең болады. Сызбаға назар аударамыз. Жанаманың бойынан нүкте белгілейік. Б нүктесі. Осы Б нүктесінен екінші жанама жүргізіп көрейік. Б нүктесінен екі жанама жүргізілді. Екінші жанасу нүктесін С деп алайық. Сонда екі кесінді пайда болады. БА және БЦ. Осы қасиет бойынша осы екі кесінділер бір-біріне тең. АБ тең БЦ.
Келесі кезеңге көшейік. Өздік жұмысы. Қасиеттерді пайдаланып, номер 19-да 6, 19-да 7, 7-ші есептерін шығарайық. Оқулықтың 110-шы беті.